Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін үйде отырып аяқ астынан шашлык жегіміз келіп кетті. Морозильникте кішкене крылышки, окорочка, содан кейін кішкене голень бар екен. Соның барлығын қазір мариновать етіп қояйық деп жатырмыз. Бізде мариновканың ең қарапайым түрі цинказдың аджикасы, ең кішкентай банка, сондай біреу, майонез, приправа для шашлыка қосамыз, содан кейін кішкене тұз қосамыз, сонымен болды. Окорочка өте ұзақ маринадталмайды, 1-2 сағат тұрса, сол жеткілікті. Далаға балаларды алып шығып, осылай кішкене таза ауада серуендетіп, ойнатып, шашлык піскенше кішкене далада жүре тұрсын дедік. Біздің отымыз да дайын болып қалды, мариновкамыз да дайын болды. Енді осындай барбекю сеткаға салып пісіре саламыз. Бұрын барлығын осылай қадап отырушы едік шпажкаларға. Қазір рахат осы барбекю шығарған адамға көп рахмет. Тез оңай жуа саласың біреуін ғана. Әйтпесе бұрын каждый палочканы жуып отырушы едік. Міне осымен біздің шашлыктарымыз пісіп жатыр. Далада ауа райы да өте керемет болып тұр, жып-жылы сондай. Шашлыктарымыз қып-қызыл болып, аппетитный болып пісіп жатыр. Папамызға рахмет, бізге осылай қалаған уақытымызда шашлык организовать етіп, прогулкаға шығайық десек, прогулкамызға шығарады қалаған уақытымызда. Біз кола алуды ұмытып кетіппіз, жолдасым колаға кетіп қалды, мен мұнда орында шашлык пісіріп тұрмын. Жер үйдің рахаты осы ғой. Қалаған уақытыңда өзіңнің аулаңа шығып, шашлыгыңды жасап, балаларыңды улатып, шулатып, ойнатып аласың. Иногда этажға үйге көшіп кеткім келеді қалаға, бірақ та уже біз жер үйге әбден үйреніп қалғаннан кейін тұра алмайтын сияқты көрінеміз, бірақ жас отбасыларға әрине қалада тұрған өте жақсы мүмкіндіктер көп. Міне, біздің шашлыгымыз дайын болды, бізге ас болсын.